Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұмсақ болып пісетін семет дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны тоқтатпай соңына дейін көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге жұмыртқа, дрожж, тұз, қант және ұн қажет болады. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құятын боламыз. Және оның үстіне қантымызды, тұзымызды және дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін жұмыртқамызды салып, және оның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластыра отырып, жұмсақ етіп қамыр елеп аламыз. Міне сонымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымыздың үстіне салафанымызды кигізіп, жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Енді осы уақыт аралығында отымызды жағып, және табамызға осындай күнжутымызды салып, оны жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Дәл осылай сарғайтып қуырып аламыз, қатты қуырып жібермеңіздер. Енді біздің қамырымыз да дайын болып осылай көпсіп көтерілді. Енді қамырларымызды түсіріп, оны 3 бөлікке бөліп аламыз. 3 бөлікке бөлген қамырымызды жақсылап, оны тағы да бөліктерге бөлетін боламыз. Егер қамыр қолдарымызға жабысып жатса, кішкене қолымызды майлап жіберетін боламыз. Сол кезде қамырмен жұмыс жасау оңайырақ болады. Міне осылай 3 бөлікке бөлген қамырымызды осылай қолымызбен ұзынша етіп формасына келтіріп алып, енді оны пышақтың көлемімен теңдей етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне мен осы екі қамырымды теңдей етіп бөліктерге бөліп алдым. Енді бөліп алған қамырларымызды дәл осылай қолдың көмегімен осылай жайып ұзын формасын келтіріп аламыз. Екі қамырымызды да осылай ұзын етіп қолдың көмегімен осылай ұзын етіп формасын келтіріп ұзын етіп жасап аламыз қамырымызды. Енді екі қамырымыздың басын біріктіріп, осылай бірінің үстіне бірін айландыра отырып өріп шығатын боламыз. Міне осылай дайын болған қамырымыздың екі ұшын біріктіріп, аламыз. Енді жаңағы қуырып алған күнжутымызбенен салқын су құйып аламыз ыдысымызға. Енді осы қамырымызды суымызға батырып, жаңағы күнжуттың үстіне қойып, күнжут барлық шетіне жабысатындай етіп, осылай жасап аламыз. Енді осылай ыдысымыздың астына қағазымызды төсеп, қамырларымыздың барлығын дәл осылай жасап шығатын боламыз. Міне келесі қамырымызды да дәл осылай ұзынша етіп жайып алып, міне өріп, оның екі ұшын біріктіріп, тура жаңағыдай салқын суымызға бір сап алып, оның үстінен күнжутымызға салып, формамызды осылай ыдысымызға жайғастыратын боламыз. Міне осылай менде ыдысыма осындай 4 семет кетті. Осылай жасап аламыз. Осы кезде біз пешімізді қыздырып қоятын боламыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне сонымен біздің семеттарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі,
дәмді әрі өте жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Таңертең шаймен ішкенге өте дәмді болады. Балаларыңызға да жасап беріңіздер. Егер сіздерге осы рецепт ұнаған болса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк және комментарий жазып кетіңіздер.